Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен миксерсіз таразысыз дайындалатын зебра пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, үлпілдек болып шығады, тез оңай дайындалады. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Лайк басып пікір қалдыра отырыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан соң үстіне 1 кесе құмшекер саламыз. Жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз, екеуі біріккенше. Одан кейін дәл сондай ыдыспен жарты қылып сұйық май құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен 1 кесе сүт қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 2 кесе осындай ұнды қосып алатын боламыз, електен өткізіп. Оның үстінен 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Енді жақсылап араластырып аламыз, осымен біздің тестамыз дайын. Пирогты пісіру үшін кесеңіздің көлемі бірдей болу қажет. Кесе немесе бокалды пайдалансаңыз да болады, бірақ бірдей көлемде болу қажет. Осылай ешқандай комочек қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Видеоның жазбаша рецептісін описанияға жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден қарап көре аласыздар. Енді дайын болған қамырымызды 2 ыдысқа бөліп аламыз, теңдей етіп. Таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мен көз мөлшерімен 2 ыдысқа бөліп алдым. Біреуіне 1 ас қасық ұн салып жақсылап араластырамыз 1 ыдыстағы қамырымызға. Екінші ыдыстағы қамырымызға 1 ас қасық какао қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Сол кезде өз формасын ұстайтын болады. Және бетіндегі суреттері де әдемі болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер, керемет болып шығатыны сөзсіз. Енді формамызды алып, астына пергамент қағаз төсейміз. 2 қасықты алып, 1 қасық ақ қамырымыздан, 1 қасық шоколадты қамырымыздан кезектестіре осылай салып шығамыз. Осылай қасықтың көмегімен бірінің үстіне бірін салып шығамыз әдемілеп. Өте әдемі болып шыққанын қаласаңыз, кондитерлік қалташаға салып, домалақ етіп жасасаңыздар, 2 тестамызды құйып алып, сол кезде өте әдемі болып шығады. Немесе осылай қасықтың көмегімен де жасасаңыз әдемі шығады. Достар, менің арнамнан неше түрлі осындай оңай рецепттер, тегін мастер-класстар, оригинал рецепттер, сәтті шығатын жеңіл рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Колокольчикті басып, все дегенді басып қойсаңыз, менде жаңа видео шыққаны сізге сообщение болып баратын болады. Осылай барлық қамырымызды таусылғанша салып шығатын боламыз, бірінің үстіне бірі. Енді осылай зубочистканың көмегімен бетіне оюлар салып шығамыз, яғни сурет салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп қайталасаңыздар болады. Сол кезде пирогымыздың түрі өте әдемі болып шығады. Өз қалауларыңызша басқа сурет салсаңыздар да болады. Мен осылай жасадым. Осылай жасап жатқан кезде пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Әдемі сурет шықты бетінде. 180 градуста 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Бетіндегі суреттері жайылып кетпеген, сол күйінше пісіп шықты. Дәмі де керемет, иісі де керемет болып тұр. Сіздерге пирогтың қалай болғандығын кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұмсақ, үп-үлпілдек болып шығады. Мінекей, ішіндегі суреті де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Достар, видео ұнаса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, және де комментарияда сіз қай қаладан көріп отырсыз, жаза кетіңіз, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Пышный, дәмі керемет пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.